Емші іздеген келіншектің шындығы. Әңгіменің жалғасы 2 бөлім. Анау келген 2 баланы мұндағы жұрт әртүрлі айтып жатты. Нағыз мұсылман баласы солардай болу керек, көрмейсіңдер ме, ауыздарынан ала түспейтін балалар деп. Шуламаса бар ма? Шындығында ол екеуінің өгей ананың құны көк тиын еді. Ауғаныңның өзінде қатын дегеннің теттеде қадірі жоқ ел. Тек Құранда ғана әй мүмін, қатыныңа қорған бол. Бала шағаң үшін өлімге дейт басыңды тік дегендей пәлсапалар бар. Алайда жұрттан қорғаған қатыныңды өзің қорласаң, қарсылығына қарамай үсті-үстіне қатын алсаң, қит етсе талақ деп тастап өте шықсаң, ақиқат қайда. Сол сияқты мына 2 баланың көзіне Әсия бейбақ, анасындай болып көрінген емес. Бұл олардың сонау бала күннен санасында жатқан нәрсе. Әке көрген оқ жанар дейді, әкесінен көрген бала не оңсын. Сені деген бала Әсияңды кеуде тұсынан итеріп кеп жіберді. Онан анау бұрышта тұрған ескі етікті алып лақтырды. Әбүйірі болғанда көз алдынан жанап өткен етік ұшып барып есікке тиді. Міне мұны істеген молданың 2-ші ұлы болатын. Соңғы кездерде бұл бейбақтың күні осындай еді. Қалай десеңіз, жаңа жылға қарай ауыл мектебінен шу шыққан. Әсияның 2 баласы ебедейсіз киініп келгенін көрген Үмбет ағай анасы деп жеке шақырды. Қарындасым, мына 2 баланы мектепке сай киіндіріп жібер. Әйтпесе басқа балалар түрпектеп жүрер деп, қайтып жетектетіп жіберді. Жоғарыдағы ұрыс сонан шыққан. Өйткені мектеп директорынан нұсқау алған Әсия баланың үстіндегі қатын көйлекті шешпекші болған. Туды бітті тізесіне дейін көйлек киіп үйренген баланың шешкісі жоқ. Содан келіп тап берді, кеудесінен итеріп жіберіп, онан былапыт сөздер айтып, соңында етік лақтырды. Ағай, айтқаның естідің ғой. Мына киіммен мектепке баруға болмайды, кіргізбейді деген Әсияңыздың шырпыры шықты. Ол аз десеңіз бұл айқайға сырттай қарап бақылап тұрған үлкен ұл келіп, менің әкем тұрғанда мектеп директоры кім? Ол саған нұсқау беретіндей кімің еді? Деп дүрсе қоя берді. Сөйтіп санасы соқыр 2 бала жесір бейбақты 2 жағынан ит жеталады. Оны көрген өз балалары еңіреп жыласын келіп. Осыдан кейін барынан айырылған Әсияңыздың 2 көзі жастан қорғамайтын болды. Бірақ еш қайда бара алмайды, ажырасып кете алмайды. Басында сақинасы, бойында сиқыр дуасы бар, қайда барады. Молданың айтқаны айтқан, дегені деген болғалы қай заман. Түнде төсекке жығып құмарын басса, күндіз түрпектеп қойып ешіріп жүр. Өйткені оның түсінігі мүлдем басқаша. Қатының һәм күнің һәм құлың деген ойда. Ал енді біздің елдеше. Әрине біздің елде де сондай. Кеуің пірің деген бар. Бірақ біздің елде еркек пен әйелге тең құқық берілген. Бұл енді қағазға жазылып, заңды көрсетілген. Алайда бізде ешқайда жазылмаған. Бірақ ата-ананың тәрбиесімен келетін тәрбие бар. Әйел өзін күйеуінен 2 саты төмен ұстауы керек дейді. Мұныңыз құба-құп нәрсе, тең құқылымын деп қарсы келіп, беттен алып берген дұрыс емес. Еркек қашанда еркек болып қалуы керек десең, 99% ол қазақ қызы саған байланысты. Еркекті ер қылатында, жер қылатында өзіңсің. Мұны мен айтпай-ақ білесіздер. Енді әңгімеме оралайын. Сол жаңа жылда ауылға қымбат қыз келді емес пе? Оны естіген Молдекеңнің қозбасы қылп ете қалды. Өйткені жасы 30-ға таяған 2 бала туған қатыннан кеше ғана өзі қауашыған жарған жас қыз артық емес пе? Қалайда кездесуді ойлады. Сол үшін ерте тұрып мешітке барып, сиқыр дуасын оқып, сақадай сай отырды. Маң, менің мазам болмай тұр, бір түрлі болып барам, деді қызы. Әу қызым деп, жетіп келген анасы маңдайынан ұстап көріп, дәріге жүгірді. Алайда жаңа жыл емес пе, ауылдағы жалғыз дәріхана жабық. Оны ашатын келіншек қалаға кеткен. Осыдан кейін қайта кірген анасы, имамды шақырып дем салдырып жіберейін деп айтып салды. Бұл кезде ішкі жан дүниесімен арпалысқан қыз, сол имамға барғысы келмей, қарсыласып жатқан. Бірақ жаратқан иеңнен жасатқан дуаң күшті деген бар. Бәрбір қыз мойын болды. Осылайша анасы алдына түсті. Қызы соңынан ерді. Екеуі талтысты мешітке бара жатты. Ал көше бойлап келе жатқан қызы мен анасын таныған имамның зәресі ұшты. Астафираллах, өлдім құрыдым. Енді қайттым екен. Ойланып отыратын уақыт жоқ. Жүгіріп барып мешіттің есігін ішінен іліп алды. Көп өтпей қызын жетектеген шешесі келіп есікті қақты. Мұндайда қорықпай көрші, артық уыз молда артқы есіктен шығып қаша жөнелді.
Шапанының етегі желбіреп, үйіне қарай зытып барды. Әншейінде маңғаздана басып, қақайып жүретін молдаңыздың құйрығы бір тұтам. Қашқанда қайда барсын, Асияның артына тығылды. Құрысын қалайда қайтару керек деп, қатты састы. Қап әттеген-ай, сиқыр дуасы жазылған дәптері мешітте қалған. Енді қалай алады? Әй балам қайдасың деп айқай салды. Осындамын деген үлкен ұлы есіктен үңілді. Мешітке барып көк дәптершемді әкел деп берді. Қоп деген бала шығып жүгіре жөнелді. Сол аралықта үйге Әсия кіріп, сізді молда шапай сұрап жатыр. Қызына бірдеңе болған сияқты, басын ұстап тұр дейді отыра кетіп. Ойбай жоқ деп айт, тамам деген молда сыр кетті. Мен сізді үйде деп айтып қойдым ғой, шығып бірдеңе десеңші деген келіншек. Сонда таңырқай қарады. Жоқ деген соң жоқ деп айт, бір жерге кетіпті де бар жоғал деген молда көзін аларта қарады. Мұндайдан кейін Асия не десін? Жаулығын жөндеп шығып, кешіресіз апай, біздің отағасы үйде жоқ екен деп жерге қарады. Жаңа ғана балаңызды көрдік, әкем үйде деп айтты ғой деген молда шапай біртүрлі қарады. Я апай, жаңа ғана бар еді, қора жақтан келсем жоқ, бір жерге кеткен шығар деп мүләйімсіді Әсия. Жарайды, біраздан соң тағы да келерміз, келсе айта ғой. Ол кісі бізге керек деген шешесі қызын жетектеп кете барды. Соңынан біраз қарап тұрған келіншек үйіне кірді. Анау қатын қызын ертіп неғып жүр деп сұрады молдекен. Білмеймін, молда келсе айты, біраздан кейін тағы да келеміз, ол бізге керек деп айтты деді Әсия. Осы сөзден кейін молдаңыз шын батты. Мешітке жіберген баласы да есігін аша алмай бос келді. Осылайша жоқ жерден жік шықты. Арам молданың басына бұл түні күні таяды. Содан сол түні түнделетіп қалаға қарай тайып тұрды. Ал ауылда жүріп молданы таппаған шешесі қызды алып ауданға жүгірді. Әсіпке қызулатып жатқан қызды біраз қараған докторлар екі қабат екенін білді. Сіз қымбат Үмбет қызының мамасы боласыз ба? Деп сұрады ұзын бойлы егде жастардағы врач келіп. Иә, мен оның мамасымын. Жағдайы қалай, тыныштық ба деген шешесі атып тұрды. Сіз қорықпаңыз, қызыңыздың жағдайы жақсы. Бірақ бар ғой, қызыңыз Алматыда оқимын, студентпін дейді. Сол жақта алданып қалған сияқты деп орағытты врач әйел. Не дейді? Алданып қалған деген не? Түк түсінбедім деген анасы есікке ұмтылды. Ұзын сөздің қысқасы қымбат қыз екі қабат, 2 ай болған. Мұны естігенде мөлдір апайының төбесінен жай түскендей болды. Бұл өзі осы ауылдың қызы, шеңгелері молдаш дегенге оқушылар молдашыбай дейді. Өзі мектепте мұғалім, бастауыштан сабақ береді. Күйеуі Үмбет ағай 5 жылдан бері осы мектепте директор. Бұлар өзі отбасымен ұлағатты ұстаздар. Бұларды Мәмбетовтар әулеті десе, ауыл түгілі аудан таниды. Осындай өнегелі отбасының үйіндегі жас қыз жүкті болды. Құдай-ай, 18-ге де толмаған тәлпіш қыз ғой. Ал енді мұндайды кім көтерсін? Бұл деген бүтін бір әулеттің сүйегіне түскен таңба еді. Осыдан кейін мына молдашыңның күні қараң болды деңіз. Үмбет ағай өлтірмесе де бір жастап сойып салатын анық. Осылайша көкіректерімен көк тіреп келген Мәмбетовтер әулетінің сағы сынды. Емханаға келіп, мұнандай сұмдық естіген анасы кіріп өз қызымды көргенше деп аңтарылып барып еңіреп жіберді. Негізі мұндай жағдайда докторлар кіргізе қоймайды. Өйткені ашуға болқан туысқаны қызды жазым қылуы мүмкін. Сол үшін кешке ертең деген враштар жолын бүгіп қарсылық көрсетті. Ал молдашыңның миы ағып, не істерін білмей аласұрды. Мұндайда кім не істейді өзі? Еркелетіп өсірген қызы бүкіл ауылға жүзі қара бола ма? Осы күні талай қыздар сорлап қалып жатса, ол заманда бірен саран болатын жағдай. Оның да осы өнегелі үйден шыққаны сұмдық еді. Сонда қайтсын, байына айтсын ба? Кімге айтса да төте таяқтан ұшы өзіне тиеді. Анау аға ұстаз деген атағы бар Сүндет ақсақал білсе не болады? Сол күні бұл бейбақтың жылай-жылай етегі жасқа толды. Бай балам салып бақырса да, басын бұғып жалынса да, сол күні враштар қызының үстіне кіргізбеді. Содан амалы таусылған бейбағана не болса да ертең көрермін деп, осы аудандағы танысының үйіне барып жатты. Ал әлде бір сұмдықтың болғанын байқаған молда ізін жасырып үлгерді. Сол түні Асияның мен елге барып келемін. Сонда бір қиын жағдай болған. Сен мына 2 балаға қарайлай жүр. Білесің ғой, Ауғанстанда соғыс оты өршіп тұр. Тірі қайтпауым да мүмкін деп құлағына тепкен молдекең киініп алып тайып тұрған. Амандығыңызды тілеймін деген бейбақ қатын қала берді. Осы қатын жайлы айтсам бұрын қандай еді? Марқұм байына
сіз демек түгілі сен деп айтпайтын. Сөзге келсе базарып, аузы басынан ит шығып, шабалаңдап үріп беретін келіншек тап қазір жоқ, жаға шалмайтындай дәрежеге жеткен. Осы жағында ғана сенің үстіне тоғал аламын деп жүрмін, деп қалжың шана аралас айтқан байына бұл бейбақ. Олай болмайды ғой, менің ағаларымнан ұят деп қана айта алған. Ол сөзді марқұм байы айтқанда жер жебіріне жетіп, ит терісіне басына қаптар еді. Міне, дуаның күші дегеніңіз осы. Бір кездері басынан сөз асырмайтын келіншек, осы күні байы түгілі өгей балалардан түрткі көріп жүр. Мұндайда қазақтың қызына жаның ашымай көрсін. Бірақ мына Асияңыздың обалы жоқ. Байы қой дегенді қоймаған десем, ол да оқылған дуаның күші. Мұның артын қалтаны орнына салып қойған анау атасы жапты. Осы келіншекке екі баламен байға шығып нең бар деп шешесі де айтқан. Бұл оны тыңдамады. Сөйтіп өзім білем деп байға шыққан келіншектің осы күні өзегі өртеніп, әрең жүр. Әрине басын дуалаған адам мұның көзін әзірейілдей көрінеді. Содан қатты қорғады. Бұрынғы көкжалдықтың тап қазір шұрнағы да қалмады. Оның үстіне екі баласын әкеліп, бұл бейшараның басқан ізін аңдытып қойды. Сонан бері қит етсе екеуі бірде екі жағынан талайды. Сорлы болса да бұл қатын өлмес. Анау екі балапанға обал болды. Шешесіне әкіреңдеген ұлдарды көргенде екеуі бірдей сыңсып жылап қойлады. Ондайда қайдан дыбыс шығарсын? Қит етсе сол екі ересек екеуінің де жандарын шығарады. Осы жерде өз ойымды айта кетейін. Жақында ғана екі қызын зорлап келген өгей әке жайлы оқыдым. Оны біраз сайттар әлі де жазып жатыр. Сонда қыздың екеуі де анасына айтқан екен. Бірақ ол жасырған. Керісінше, өгей әке деп жала жаппай, тыныш жүріңдер деп қыздарына ұрсып берген. Меніңше осы жерде де бір шикілік бар сияқты. Әйтпесе есі дұрыс қатын әкеміз бізді сорлады деп, екі қызы бірдей айтса да, тыныш жүріңдер деп өздеріне ұрсама. Демек бұл жерде де мына Асиянікі сияқты бірдеңе бар. Алайда ол менің жорамалым ғана. Не болғаны бір Құдайға ғана аян, бет аулақ. Кім не десе де естіп отырып, анасының араша түспеуі ойланарлық жағдай. Әй Асия, бейбақ, бүлдіршіндей қызыңды мына екеуі білдірмей тұрып, басыңды алып кет дегім келеді. Бірақ бұл қай заманғы оқиға? Ол кезде мен өзім баламын. Сонымен Асияға қатаң тапсырма берген молда түнделетіп отырып мешітке жетті. Есік ішінен ілінген кілт сонда қалған. Бағанаға өзі секірген терезеден түспекші болды. Алайда оған бойы жетер емес. Содан аяғының астына қоятын бірдеңе іздеп, әрі-бері сүмеңдеп жүргенде көше жақтан дабырлысқан біреулердің дауысы жетті. Әрі қарай шыдамады. Су жүрек еркек шығып қаша жөнелді. Негізі мұның қажатындай жөні бар еді. Біріншіден қымбат қызды білдірді. Оны өзі біледі. Екіншіден үйінде жатып Асиядан алдап сұрағанда қымбатты емханаға алып кеткелі жатыр дегені. Міне осыдан кейін бұл арамның күмәні қалмай қатты қорықты. Содан күн батқанша жасырынып жатып, қашып құтылуды ойлаған. Сонда да мына мешіттегі көк дәптерді ала кетсем, оқып қымбатты жындығып жіберсем, сандырақтап жатқан қызға кім сенеді? Мүмкін осындай жолмен құтылармын деп те ойлаған. Бұл арамның түнделетіп мешітке келгені де сол еді. Алайда көшедегі дыбыс жақындай бергенде зып берді. Содан күре жолдың бойына шығып, кездесі көлікке отырып, Алматыға тартты. Ал түнімен жылап, ертесіне қызына келген анасын екі доктор қызының үстіне кіргізді. Қызғалдағым-ау, саған не болды деп, шалқалап жатқан қызын құшақтап анасы өкіріп берді. Қызы не десін, есі бір кіріп, бір шығып, жаны қиналып жатыр. Анасы сонда әрі-бері тартқылап көрді. Бетін басып, қасарысқан қыз жақ ашпай жата берді. Мұнан әріге шыдауға болмайды зарлаған ананы екі врач екі жағынан сүйеп алып кете барды. Әрі қарай жеке кабинетте үшеуара кеңес басталды. Негізі мына враштарға бұл дегенің түк емес. Олар мұндай қыздардың талайын көрген. Мысалға мына отырған кешегі апа өткенде ғана 14 жасар қызды өз қолымен босандырған. Оның қасында қымбатыңыз 17-ні толтырғалы тұр. Көздері үйренгендер емін еркін сөйлеп, басу айтқан болды. Алайда ашуға булыққан онан байынан қорыққан ана басыла қоймады. Енді апамыз қаттырақ сөйледі. Біздің біраз жылдық тәжірибеміз бар, сіңлім. Сен оны қайта-қайта сұрай берме. Айттым ғой, кемінде 2 айлық баласы бар, деп айтып салды. Енді қайттым деген ана онан сайын егілді. Қайткенде де былай болады. Біз сіздің ауылдағы емханаға нұсқау береміз. Олар қызыңызды тіркеуге қояды.
Сонан соң ай сайын барып тексеруден өтіп тұрады. Ал айы күні жақындағанда бізге келсе босандырып қолыңызға береміз деп сөздің тоқетерін айтты. Сонда ғана ана байғұс басын көтеріп, мүмкін сіздермен сөйлесіп аборт жасатсақ дегені сол еді. Ондайды айта көрме сіңлім, ол біріншіден үлкен кінә, екіншіден біздің заңға қайшы. Сіз бізді қылмыс жасауға итермелеп тұрсыз, білесіз бе? Бұл үшін заң алдында жауап бересіз деп ұрсып тастады. Осыдан кейін молда шапайыңның үні өшті. Көз аларып, шақшадай басы шарадай болды. Сонан соң соңғы сұрағын қойды. Онысы қызым студент еді. Алматыға тіркеуге қойсақ деген өтінішін айтты. Бізге бәрібір қайда қоям десеңіз де, тіркеуге қоюы міндетіміз. Қаласаңыз ауылыңызға қойыңыз, қаласаңыз осы біздің емханаға қойыңыз. Болмаса оқитын қаласы Алматыға қойыңыз деген ақыл айтты. Сөйтіп қыздың құрсағын шасырамын деген анасы да адасып, Алматыға қоямын деген шешім қабылдады. Бұл бейбақ осылайша қызымның артын жабамын деп ойласа керек. Алайда Алладан келгенді адамнан жасырма деген бар. Қанша жерден жасырсаң да, болары болды, бояу сыңды. Қымбат қыз көктем шықса, 18-ге де аяқ басады. Ендеше мен қызыма кіріп тілдесейін, ұрыспаймын, жыламаймын деп жалынды. Дәп осыны заңға қайшы нәрсе. Врачтар 2 қабат қыздың үстіне агрессиясы бар адамды кіргізбеу керек. Дегенмен сонша жерден келіп отырған туған анасын кіргізбесе, тағы да яд. Пендешілік, қазақшылық деген бар. Апа бірге кіретін болып қарап тұрады. Қызымка, басыңды көтеріп маған қарашы. Не болғанын маған ғана айтшы қызым, деп жалынды анасы. Қымбат қыз тағы да үндемей жата берді. Үндегенде не десін? Бұл бейбақ ештеңе түсінбейді. Бұрын соңды төсектес болған дейсіз бе? Әйтеуір қарынтысы қатты ауырып, тас ілініп тұрғандай болған. Ол кезде врачтар соғыр шектеп біраз жүгірген. Соңында аман шыққан соң, азын аулақ ем-домын жасап, үйіне қайтарып жіберген. Негізі тап сол кезде қымбат қыздың құрыған кез еді. Онан бері 2 ай өтіп 3-ші айға қарады. Сол малда кейінде қудыңдап алып 4 рет барған. Арам болнадың, бірдеңе білдіргенін мына қыздың іші біліп ақ жатыр. Бірақ оны анасына қалай етсін? Арамза молда дегенің әкесінен 3-4 жас кіші. Мына отырған анасымен қатар. Көңілсіз жатқан қыз сонда көп ойланды. Сол молдамен кездескен күндерін бәрін есіне алды. Қарап отырса екеуі пәтерге барып кіреді. Әрі қарай шығып қайтқанын ғана біледі. Сол пәтерде не болды, не қойды, ол жағы беймәлім. Астымның ашығаны да бар еді. Иә, ол малғын мені құртқан екен қой. Қысқасы сол күні қыз ештеңе айтпады. Айтпаса қойсын, мына жерден шыққанда төмпештеп айттырсам да айттырармын деген анасы әрі қарай үндемей-ақ қоя салды. Сонан соң аузы басын бояп, дым болмағандай ауылға қайтты. Ал аудандық емханада 5 күн жатқан қыз оқуына тартты. Докторлар суық деген дейді, қалада жүрген қыз ғой. Балмұздақ жеген шығар, тамағы жұтындырмай, қызулап қалғаны сол екен деген анасы үмбет ағайынның аузын ұрды. Бұл қатын тап осы сөзді аға ұстаз Сүндет ақсақалға да айтты. Мұндайдан кейін кім алаңдасын, екінің біріне тиетін суық қой. Кәдімгі жақсы болып шықса болды. Оның үстіне емхана телефонмен үйіндегілермен сөйлескен қызды осыны айтқан. Онан бір күні Алматыға оқуыма кетемін деп хабарлады. Осыдан кейін арамза молданың арты жабылғандай болғанда. Жоқ, бұл ешқашан жабылмайды. Мұндайды жай ғана жауып қоя салуға болмайды. Қатын құмар молда жазасын алу керек. Айтқандай, молда шасырса, бұл жерде тағы да бір қисынсыз сұмдық бар. Құрдас деп қойып, сол молдаға бұл қатын жеркесін ұқалатып, бойына дем салдырған. Сол кезде бір түрлі боп суланып барған есінде. Сонан кейін жүзі құрысын деп қайтып жоламаған. Алайда тап осы қылмысты білетін ауылдағы бір адам бар. Ол адам атасының ата жауы Омархан деген шал. Бұл кәрі қақпас тісіне басып, қазірше тыныш жүр. Күні келсе, дүйім жұртқа жайып салудан тайынбайды. Осы шалдың алғаш жолы имамның оң қолы, яғни орынбасары болғаны да тегінен емес. Бірдеңе түсінсеңіздер керек. Мұндайда ойланбайды. Көріңдерші. Мектеп директорының қатыны имаммен ойнас. Мен оны мешітте көрдім. Көзімен көрдім деп, алжыған омекең айтып салса не болады? Жалпы осы 2 жылда мына ауылдың 50-ге тарта қыз келіншегі имамға барып дем салдырған. Ол кезде бойдағы еді, қуығы толып, тамшылап жүрген кесі. Сол келіншектердің қайсыны
Қайсына дем салды, қайсына ен салды, бір Құдай біледі. Ол Арамзаның мына мешітке дәретсіз кірмеңдер деп, қыз-келіншектерді тазалап кіргізгесін қайтерсің. Сонан соң дайын асқа тік қасық боп оқып жіберіп, мына бейбақ молдаштың да үнін шығармай, шасыра кеткені содан. Өйткені жол аштырам деп қызының барып жүргені есіне түсті. Мұның қатты қорққаны сол, әрі қарай қазбалай бергісі келмейді. Кім болса да өзі қатарлы студент болса, қызым аман есен кетсе екен дейді. Айтқандай мына молдаш Омарханды да білмейді. Соған қарағанда сиқыр дуасын оқығанда есін жоғалтып жата қалады дегенге 100% сенуге болады. Соңғы кездері сол келіншектердің бір-біріне шошына қарайтын болған. Алайда ешкімге ештеңе айта алмаған. Кезінде молда келіп дем салу хит болғанда, алдына барған қатындардың саны есебі жоқ. Бұл осы ауылдың қатындары, ал көрші ауылдардың ақылғандар қаншама. Ал енді ауданнан Алматыға тартқан қымбаттың беті бері қарамай қойды. Оны естіген анасы алып ұшып қалаға келді. Қыз бейшара күн сайын құлазып, құлдилап бара жатты. Өйткені өзінен өзі оқшауланып, тұйықтанып алды. Көзінің жасы көлдей боп үзілмейтін болды. Елдің бетіне қалай қарайды? Қысқасы қымбаттың басына баяғы Асияның байының күні таяды. Осылайша аңқау елге Арамза молда болған имам мына ауылға қасірет әкелді. Әрі қарай көңіл сыңқыл өсек басталды. Қабырғаның да құлағы бар дегеніңіз осы. Сонымен қалаға келіп, 15 күндей жасырынып жүрген имамның қалтасындағы ақшасы бітті. Енді қайтсын, көшеге шығып, күллі қазаққа алақан жайсын ба? Қазақ қой берер еді, оған бірақ кедергі бар. Оның мұнда сонша жерден ақшасын төлеп, дәріптеп әкелген ұстазы бар. Олардан қомақты ақша алған. Бұл осы ағымды насихаттау керек. Ауыл адамдарын үгіттеу керек. Жалпы бір сөзбен айтқанда сол ауылдан дін жолында өздерін құрбан ететін жамағат дайындау керек. Бұл болса, басын қайттап, қашып қалада жүр. Имамың сонда қатты састы, қымбаттың дуасын қайтармаса, жап-жас қыз жынды боп кетуі мүмкін. Бұл Арамза оны да біледі. Жан-жағына алақ-жұлақ қараған имам қалтасына қолын салып, соңғы ақшасын шығарды. Осы ақшамен Сапаржайға барып, автобусқа отырды. Сөйтіп түнделетіп ауылға жетіп, Акунай Ақидың есігін қақты. Қаңтардың орта тұсы күн қатты суытып, сықырлаған сараяс соққан кез емес пе? Түн ішінде есік қаққан адамның кім екенін Акунай білмесе де, әкесі біліп жатты. Осы жүгірмек қайта келмесе жарар еді, деп күбірлеп сыртқы есікке қарай қатар шапты. Тіпті ұйқысын ашып үлгермей көзін оқылаған баласынан бұрын шығып, түн жарыда көрген, жүрген қайсың бұл деп, есіктің ілгішін ағытып, басын шығарғанда, «Ассаламағалейкум ағасы, бұл мен ғой, Ақынай, бала керек еді», деп жалмаңдап тұрған молданы көрді. Қызық екен, Акунайды мына молда Ақынай дейтін. Ауғаннан келген сорлы Акон деген сөзді айталмайтыны бардың. Сонан соң мұның үстінде киімін қара, былғары көрдешемен, басына қалың бөрік киіп, бастырып алған. Құдды бір ұрын жүрген қарақшыға ұқсайды. Ондайды аңғаратын Акунай ма, қолына кілтін алып киініп шыға берді. Алайда молда ұстаған түйіншекті көргенде, Омекеңнің іші қылп еді. Тап осы адамның көздегені не екенін басында айттым. Мұның үшін тесіп жүрген мына молданың орны ғана. Оның үстіне тағы да біраз шыдаса, күллі мұсылманға тән ораза басталады. Ол кезде Құран оқу, аузашар дегендей садақа қайып көбейеді. Бұл деген аста төк дастарған мен шығырлаған ақша. Омекеңнің таласы осы ғана. Ал қолындағы түйіншекті көргенде киім ауыстырғанын аңғарды. Расау, қалаға барған соң қалтасындағы ақшаға бір сыпыра киім алған молда шапаны мен жейдесін түйіп қайтқан еді. Осыдан ақ мына сорлының қандайда бір кәкірі барын білген Омархан ақсақал ұзақ ойланды. Ел болған соң әртүрлі адам болады. Оныңыз рас, әсіресе жас келіндердің тышқан сүйгеніне дейін әңгіме қып аңдитын мына Омекеңдей сорлылар да болады. Мына адам тап сондай адам. Қайда жүрсе де әйтеуір бір ілік іздеп, іші кеуіп жүреді. Бүгінгісі мына молданың түйіншегінде не бар? Әсте бұл сорлы шал қотыр атқа соқырат дегендей баласын молдаға үйір қылғанын білмейтін сыңайлы. Сол күні таңды көзбен атырған шал шай үстінде сұрағысы келген. Оған таң намазы мешітте оқып келген баласы шырт ұйқыда жатыр. Әрі-бері қақырып жөтелген болды. Онымен тұра қоймады. Сонда шайдан ұртап, нан ауыз тиген Омекең қалтасына кілт салып мешітке тартты. Негізі мына есіктің 3 кілті бар. Үшеуі осы үшеуінде жүр.
яғни молдада Аконайда және өзінде. Сол Аконайдың молдекен кілт сұрап келді ғой. Егерде өз кілті өзінде болса неге келді? Міне осындай пасық ойлармен жаны жай таппаған шал мешітке барып, барлық жерді тінтіп қарап шықты. Сөйтсе анау бір бұрыш қуыста пешке жақын жерде бүк түсіп имам жатыр. Мына баланың мұнысы несе? Деп таңғалған шал ақырын ғана есікті жапты да үйіне қарай тайып тұрды. Аконай, Аконай, тұра ғой балам. Екеуміз сөйлесейік. Арадан көп өтпей көзін оқылаған баласы тұрып, жуынатын бөлмеге кетті. Онан мойнына сүлгісін іліп, 4 түйір сақалын тарап кеп, әкесінің оң жағына қонжады. Балам, мешіт неғып құлып тұр? Деп сұрады Өмеке. Имам солай деп айтты, деді баласы. Сонда имамның өзі қайда? Деп сұрады дым білмегендей болған әкесі. Білмесем пап, бір жерге кеткен шығар, деген баласы аят бастап. Алақанын жайды. Оған енді Өмекен қосылды, сөйтіп әкелі бала таңғы астың батасын оқыды. Балам, мен мына нәрсені түсінбей отырмын. Анау имамыңның өзінің кілді бар емес пе? Сонда неғып түн жарыда сенен кілт сұрап жүр? Деп сұрады аузына бір үзім нан салған баласынан. Өз кілтін жоғалтып алған, өзі солай деді. Деген баласы қысқа қайырды. Балам, мына жерде бірдеңе қабыспай тұрған сияқты ма қалай? Білсең айта ғой, молда қайда кетті деп тағы да сұрады әкесі. Пап, білмеймін дедім ғой, білмеймін. Деген баласы бажырая қарады. Алдама балам, сен бірдеңе білесің. Кетті деген имамың мешітте жатыр. Мен қазір ғана көріп келдім деген шал. Жерден 7 қоян тапқандай мысқылдай қарады. Осы жерде 3-4 күн бола тұрамын. Сен ешкімге айтпа деді. Бары осы әке, онан басқа ештеңе білмеймін деп. Дауыс көтерген баласы орнынан тұрып кете барды. Мына сөзден соң Омархан ақсақалды онан сайын ой басты. Ойлана беріп басы қатты. Неге ол үйіне бармайды? Кімнен жасырынып жатыр? Соншама не білдірді дегендей сұрақтар кәрі мен тымшылап алды. Сөйтіп жалықтып, әлденені тапты. Айтқандай, анау сүндет кәпірдің мұғалім келіні қалаға кетті деген жоқ беді. Оны ғой көзімен көрді. Демек имам екеуі әлі де әмпе-жәмпе шығар. Сонан соң сол қатын тырдай жалаңаш жата беріп еді. О несі, Мына бала мына дуамен оқып тастадым екен. Есіне арабша жазылған көк тәптер түсіп, қолына алып мұқият қарап шықты. Кім не десе де бұл деген өте ілімді бала. Мына маңайда оған тең келер ешкім жоқ. Анау жүкеңнің дұға оқығаны сақау шалдың ән айтқанындай бірдеңе. Деген. Шал сол күні қипақтап жүріп сәскеге жетті. Ал енді түнделетіп мешітке барған екеуі көк тәптерді іздеп таппаған. Әрі іздеді, бер іздеді. Әйтеуір үшті күйлі жоғалып сол көк тәптер табылмай кетті. Олар мешітті іздей берсін, ол дәптер мына Өмекеңнің үйінде. Оны жасырған осы шал. Бұл не деп қарап, сиқыр дуасы екенін білгенде қолтығына сүңгіткен еді. Енді сондағы дуаны кері оқымағанша қаладағы қыздың беті бері қарамайды. Азған үстіне тозып, соңында жынды болып қалады. Сол түні ауылда не жаңалық деген молда бәрін сұраған. Онысына ешқандай жаңалық жоқ, бәрі сол өзіңіз көргендей деген жауап алған. Сонда іші дүбірлеп қорқып отырған молда: анау дінсіз шалдан не хабар бар? Жасы келді ғой, қартайғанда дінге бет бұрмай ма екен? Деп әдейі сөздің басын сүндет ақсақалға тіреген. Аконай оғанда жарытып ештеңе айтпаған. Сонда мына баладан ешқандай ақпарат болмайтынын білгенде имам: ертең қараңғы түссе Әсия жеңгеңе барып айт, балалар ұйықтағанда осында келсін, бірақ ешкім білмесін деп тапсырған. Шешесіне тартқан Аконай сорлау, сонда да ештеңе түсінбеген. Алайда анау жерде Омархан отыр. Омархан деген кәрі қақпас отыр. Ал енді бірер күн өткенде үмбет директордың қызы әлде кімге алданып қалыпты деген өсек ауыл арасында дүр сілкіндірді. Баяғы сорлы қазақ емес пе? Өзіне де сол керек. Директор болып құтырып еді деп сөккендер де болды. Ол аз десеңіздер жұмысынан алып тастаңдар. Өз қызының көтіне ие бола алмай жүріп, жұрттың балаларына тәлім бере ме деп айқай салғандар да болды. Осылайша кім не десе де, ұлағатты ұстаздар отбасы атанған Мәмбетовтер әулетінің сүйегіне өшпестей таңба түсті. Қаладағы қымбат қыздың жағдайы күн сайын нашарлап қиындай берді. Тіпті өзінен өзі сөйлеп, өзі қоятынды шығарған. Ішіне жын кіргендей десе де, ашу шақырып өкпелеген әкесі бөк түсіп бармай жатып алды. Айтқандай, сондағы таяқтың бір ұшы анасы Молдашқа тигені бар. Бетін басып еңкілдеп ана бұрышта ол отыр. Мына қазақтың бүкіл абыройын қызының бір тамшы қанына байлап қойғанына не де айтарсың? Қара бет боп қалдың деген осы.
Осыдан соң мектептегі жұмысы жайына қалып, Үмбет ағай үйге қамалды. Бет аузы көкала торғайдай болған қатында үйде. Мұндайдан кейін еркек қалай басын көтерсін? Анау бұрышта солқылдап жылап жатқан молдашқа қарап, бүгін ақ жолға шық, қатын, қызыңмен ашып сөйлес, кім екенін сұра. Сонан соң сол жақтан көзін құрт, үйге әкеліп отырма. Менің ондай қызым жоқ деп бұйырды ызғарлы дауыспен. Байғұс ағай, бейшара молдаш, білмеді емес білді ғой. Мына сұмдықты анау имамнан келгенін білді емес пе? Бірақ өзінің басынан өткенді еміс-еміс ойлап қояды. Оның алдына барған ажарлы келіншектер аман қайтпайды. Теріс қаратып отырғызып оқып жіберіп, шашының арасына үллесе болды. Бойлары балқып барып, есінен айырылады. Обал ғой менің қаршадай қызыма обал. Егерде осы малғыннан келген болса, ел жұртқа қарамай, мен оны бауыздаймын деп, тістенген қатын жолға дайындалды. Бармай көрсін, түнде ғана буындырып сабаған байы тағы да оқ жыландай атылғалы отыр. Аларған көзімен зілді даусы молдашыңның иман зәресін алып барады. Керімбетке болмаса медетке айт, сені жол бойына шығарып автобусға отырғызсын. Сонан соң қатын мына сөзді миыңа құйып ал. Көктен тартсаң да жерден қазсаң да әлгі еркекті тауып, қызыңды қолыңа ұстат. Сонымен қарасын, батырсын деп соңғы рет ескерту жасап жіберді. Мына Керімбет, Медет дегендер өз інілері. Жалпы осы ауылдағы Мамбетовтер әулеті бір ұлы ел. Өздері бір төбе, бұлардың ішінде бәрі бар. Үлкендері оқымысты болса, сен тұр мен атайын дейтін әбербақан жастары да көп. Анау қымбатпен қатар Есет деген тіпті шын соққан бала. Жасы 18-ге толмай жатып, өз қатарларына үкімін жүргізетін тентек. Ол бірақ Алматыда емес, осындағы облыс орталығында оқып жүр. Ертең бірсі күні қымбаттың қылмысы ашылатын болса, онда мына молданы жау шапты дей беріңіз. Негізінде қазақ мұндайды кешірмейді. Қазақ қой, сотта да кешірмейді. Егер қымбат ашығын айтатын болса, имамға қалғаны не өлім, не сот болады. Ол кезде ауғанға симаған сорлы ауылға симайды. Сондағы алапат соғыстан аман қалған болса, мұндағы ағайынның соққысынан аман қалмайды. Сонымен мына сұмдықтың шет жағасын естіген Медеті шолғынып шыға келді. Жеңешемен бірге мен де барам, деп үлкен ағасы Үмбеттің алдынан өткен. Оның барғанына молдаш қарсы өйткені қызымды жазым қылама деп қорқады. Бірақ байдың айтқаны бәріне бұйрық, барсын деді. Бітті, бірге баратын болып шықты. Қарындасың ғой, сенің араласқаның ет болар деген жеңгесінің сөзін тыңдамай, ол да атқа қонды. Осылайша жеңге мен қайны күн кешкіргенде Алматыға тартты. Мына Медетіңіз 30-дан енді кеткен жас жігіт. Ұзын құлақтың әртүрлі сыбыстар естіп жүретін. Себебі соңғы кезде ауыл келіншектерінің арасында гу-гу әңгіме тараған. Бұл анау Асияның марқұм байының досы еді. Жалпы сондай молдаға тиген үшін Асияға өкпелі. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Молданың қылығын бірінші қатын болмаса, екінші қатын әлде біреуге сыбырлайды. Сөйтіп жайлап өсек боп ауылға тарайды. Алайда ешқандай қатын мені бүйтті деп арызданбайды. Тіпті дөп басып айта алмайды. Сол үшін ізін суытып үндемей қалады. Әрине, айтқаннан не пайда. Еркек ондайды түсінбейді, шаңырағы күйреп, опырылып ортасына түседі. Ол малғынның құтылып жазасыз қалып жүргені де осы еді. Байы бар қатынды былғап жібереді. Ол сорлы оны айта алмайды, жақсы емес пе? Әй қатын, мен үйге бармайым. Ораза басталғанша осында болам деп зір кеткен молда есіктен кірген Асияға дүрсе қоя берді. Күн аязда қызыма суық тиіп ауырып жатыр. Онан ертең сабағы бар деп көңкілдеген қатын чаутеңдеп қарады. Мұнан соң бала шағаны ертерек қамдап, ертерек кел. Қатынға некелі байынан жақын ешкім болмауы тиіс. Егер менің ырзашылығымды аламын десең, қызым сүйді, балам тышты дегенді қой, деп пеш үстінде ызыңдап тұрған шайнекті көрсетті. Әрі қарай аш жатқан молда Асия келген тамақты соғып алды. Құдай-ау, мына бейбақ Асияға обал болды. Бұл сорлыға соңғы 3 күнде ұйқы жоқ. Күнмен баламен арпалысып, үйдің тірлігімен жүрсе, түнмен мына арамзаның қамын жасайды. Бұған не күнімен ұйықтайды, түнмен қатынмен әуре. Өйткені бұл арамза мына мешіттен сие шыға алмайды. Сол түні қатынын ескеп, төсегін қамдаған молда Асияны құшақтап жатып, сөзге тарта бастады. Менің ұлдарымның сабағы қалай болып жатыр, деп сұрады. Сабағы жақсы, ел қатарлы барып келіп жүр ғой. Бірақ мектептің өзінен шу шығып, директор бармай жүр екен. Анау Алматыда оқитын қызы бөлініп қалған дейме. Кімнен екенін таппай жатқанға ұқсайды. Көтеріп қойыпты деп шұбырта берді.
Алайда мына сөздердің біреуінде молда естіген жоқ. Себебі бүлініп қалған деген сөзден кейін терең сайға сүңгіп кеткендей болды. Осымен Арамза молданың саудасы бітті. Басын бұғып, се шығудан қалған еді. Әліптің артын бағып, мешітте жатты да қойды. Қазірше мұның осында екенін 3 ағадан біледі. Аконай мен қатыны және Омархан ақсақал. Басқа тірі жан білмейді, тіпті өзінен туған 2 ұлда хабарсыз. Енді қайтсын. Осында жатып бой тасалғаннан басқа еш шарасы жоқ. Құдай деңіз. Тентек ағасын көргенде қатты қорқан қыз әдегеннен зарлап қоя берді. Бұл бейбақ өзінен өзі жылады. Онан күлді, әйтеуір жынды боп қалды. Молда деп зірт еткен ағасы шойын шапалақпен тартып кеп жіберді. Жаны шығып кете жаздаған анасы бетін басып, боздап ойбайла берді. Араша түскісі келеді, бірақ мына көк соққан қайнысының ашуы жаман. Қолын қайтарса молдашыңның өзінде аямайтын түрі бар. Қой молда, ол айтқаны? Қай молда? Айтқаны деп ақырғанда ауылдағы молда аға, ауылдағы молда деген жауап алды. Әрі қарай мен ештеңе білмеймін. Ол мені 5 рет пәтерге апарды. Аға, мен шынымен де ештеңе білмеймін деп шеді еріндері дір-дір еткен қыз сұлқ түсті. Онсыз да сол молда жайлы сыбыстар естіп жүрген ағасы қалшылдап барып әрең басылды. Сонан соң жеңгесіне де қарындасына да қарамады. Пәтерден атып шығып ауылға тартты. Асияны шақырып ананы мынаны сұрап, жағдайдың ушыққанын білген молдекен әбден састы. Бұл сорлыда бейбақтың бірі қатында ес болмайды дегені рас екен. Әкірең деген молданың өзін сүйрегенмен тұрмай, зіркілдеген 2 баласын қатар бағып жүр. Олардың тамағы бар, онан сабағы бар. Арасында суық тиіп көкжетел болған өз қызы бар. Науқас болса да кәрі енесі бар да, қолғабыс еді. Көп өтпей, шалдың соңынан ол кісі де кете барды. Қызығы-ау, кемпірдің жылы болмай байға тигенде жаға ұстағандар болған. Бірақ мұндай қиын қыстау заманда жетіспеушілік жағадан алып, бақа басты еркек қой деп тие салды. Тіпті жақын жуықтың қоя тұр, енеңнің жылы өтсін деген ақылын артына да қыстырмаған еді. Неге десеңіздер, Арам молданың алғашқы құрбаны болған осы Әсия болатын. Бұл келіншектік сиқыр дуасымен басын байлап тастағанда байын ұмытып, бөтен еркектің құшағынан бір-ақ шықты. Сөйтіп дәніккеннен құныққан жаман дегендей, молдекең біраз келіншекті әуреледі. Әрине, өзі туған ауғанда ол мұндайды жасай алмайды. Ол елде бұл үшін мүшесін кесіп, кеудесін дарғасады. Біздің елде ол кезде ит иесін танымаған дүлдәмәл заман еді. Келімсектер білгендерін жасады. Мысалға, мына Асияның қылмысын марқұм байы білмеді емес, білгенде кеш болды. Сол үшін намысы жібермеген апталдай азамат асылып өлді. Қайтсын, қатынды өлтірсе, өзі түрмеге барады. 2 баласы тұл жетім қалады. Сол үшін бір жапырақ хат жазып қалдырып, өзіне өзі қол жұмсады. Осылайша үйіп отырған отбасы қара жамылып, бірер жылдың ішінде ессіз қатын байға тиіп отынды. Соның зардабын осы күні табанының тартып әрең жүр. Кейде осы біздің қыздардың балаларым үшін жүрмін. Яд, әке шешемді жерге қаратқым келмейді, адам болар деп жүре беретіндері бар емес пе? Сырт көзге Әсияңызда сондай көрінеді. Сол үшін мұны анау-мынау ағайын еремейді. Шындығында бұл сорлы қатынның басында да дуа бар. Анау малғын анда-санда дем салып қойып жібермей жүр. Өйткені оның да мына ауылдағы миссиясы біткен жоқ. Дегенмен бірте-бірте діндар көбейіп, ауылдың тең жартысы сағал өсірді. Ол аз десеңіз қатындарын тымшалап, бала шағаларын орайтындар көбейді. Сөйтіп пәлен жылдан бері тату-тәтті отырған ауыл тұрғындары соңғы кездері бір-біріне шошына қарайтынды шығарды. Мысалға, бүгін пәленкестің баласы шапан киіп, балақ кесіпті деп естісе, ертең тағы да біреудің келіні оранып кетіпті деп жатты. Әрине, кеңес дәуірінде жартылай жалаңаш жүріп үйренген қазаққа мұның жат көрінгені рас еді. Тіпті бұрынғы 2 көрші бір-біріне қараудан барудан қалды. Өйткені оранбағанды шайтан деп есіктерін іштен іліп тарс жапты. Бір сөзбен айтқанда, бүтіндей бір ауыл, үлкен ауылдың тең жартысы бөтен ағымның жетегіне кетті. Осының бәрі бас аяғы 2 жылда болған жағдай. Сонан соң бұл ауылдағы ала құлалық тойды қойып, мектеппен бала бақшаға жалғасты. Анау арақ қойған той қарам, мен халал той берем деген сөзіңіз осы ауылдан басталды. Тіпті тілдерін бұрмалап, халал деп сөйлейтіндерді шығарды. Сөйтіп аяғы қазақтың арам, адал сөздері харам, халал боп қолданысқа еніп кетті. Құдай-ай, айта берсең көп, түгендеп отыратын уақыт жоқ. Себебі мына жақта қып-қызыл сұмдық қырғын.
Айтқандай, анау Әсияның де іші бірдеңені сезіп жүрген. Өйткені байсымағы бұрынғыдай емес, мешітке барғанда есіктен сығалап тұрып әрең ашады. Онан Әсияны кіргеннен жан-жағына алақ-жұлақ қарап қойып, тарс жауып іліп алады. Сонан соң мұның тағы да бір қызығы мешітте терезе болса, бәрінің пердесін түсірген. Баяғыдай әкіреңдегенді қойып, сыбырлап қана сөйлеседі. Онан аяғының ұшымен жүріп, қажетіне барып келеді. Мұны білмейтін, аңғармайтын ақымақ қатын бар ма? Сіз бір түрлісіз, бұрынғыдай емессіз деп, пештің отын кезеп отырған Асия айтты. Оның саған қажеті жоқ жаным. Алла қаласа бәрі жақсы болады. Сол кезде не болғанын айтармын. Қазірше тамағыңды жылытып, шайыңды берші. Қарным ашты деген байы құйрығынан сипап жіберді. Бұл Арамзаның басында ғана емес, тілінде де бірдеңе бар. Не деуші еді? Әлгі тілінің магиясы бар деуші ме еді? Сондай дейін. Бұл малғын Асияға күні қарап қалғалы, жаным күнім деп буыннан түсіп әлек. Оған мына бейбақ мәз боп еркелеп отыр. Мұныкі жоғарыдағы айтқанымдай байым адам болар деп үміттенген. Қатындыкіні көбірек ұқсайды. Қайдан білсін, тап қазір мына молданың өзінен басқа барар жері, басар тауы жоқ. Сол үшін жылы-жылы сөйлеп, құйрығын сипағанға Асияңыз талтайып, тұрып кесілуге дайын. Бәсе, тілім тасқа болсын. Дегенмен ақымақ қатын деп осы Асияны айт. Ол бұған жалпақтаса үйінде ішіп, тышып жатқан екі ұлы бар емес пе? Сол үшін өйткені өзінің күні бітуге таяу қалды. Жаным менің, мектептен сөйлеші директорды ауыстырған деме, не үшін екен? Деп сұрады тамақтан ала берген молда. Иә, сондай сыбыстар бар. Анау қалаға оқуға кеткен қызын біреулер зорлап кеткен дейді. Соңы шуып жатыр екен. Деген Асияңыз естігенін айтты. Астағфируллах деген байы аударылып түсті. Біздің елде мұндай сұмдықтар болып тұрады отағасы. Деген Асияң басқа ойда отырды. Орыстың кесірі, діннен безгеннің кесірі деген молдаңыз бәдігін сапырып, қарнын тойғызды. Сонан соң таң қараңғыда қатынын шығарып салып, есігін бекітіп алды. Соңғы 5 күнде бұл Арамзаның сырласы да, мұңдасы да анау Акунаймен, мұна Асия ғана. Қатынын ғой түсінсе болады, Акунайға не жоқ деңіз. Ол сорлы мұна малғынды жасырып, әлек болып жүр. Керек десеңіз ол да тандырға піскен нанмен, табаннан, құрт майына дейін әкеліп жүр. Айта кетейін, басы кеткен адам дегенің осындай болады. Оларға ақиқат немесе шындық дегеніңіз бір тиын. Олар үшін ұстаз деген ғана бар. Олар ұстазы үшін жан беріп өлуге дайын тұрады. Сонда қарасаңыз, қаршадай қыз қымбаттың қаңғып келген келімсек мың есе артық болғаны. Өйткені бұл үшін діни тұрғыдан ұстазға қарсы келуге болмайды. Керісінше қорғау керекміз. Оның айтқан дегені деген болады. Онысы дұрыс па бұрыс па деп саралайтын шәкірттерінің санасы болмайды. Дін тас қараңғы ін деп біздің қазақ сол үшін айтады. Мына ұстаз деп қымбат көлік мінгізіп, 2 қабатты үй соғып беріп жүргендер, әне сондай тобырдың өкілдері оларды жамағат дейді. Жамағатыңыздың қазақшасы кәдімгі ұжым деген сөз. Көресіз, сенбесеңіз ертең ақ көресіз. Мына ауылдың тең жартысы, яғни жамағат деген тобыр анау медет келімбет дегендермен шоқпарласып, шайқасуға тіпті атысуға дайын тұрады. Өйткені олар үшін қашанда қымбат қаншық кінәлі. Құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дейді. Бұл ғой ауыл іші дерсің. Анау Сирияға баруға ұстаздары үндеу тастағанда мыңдаған санасы тобыр кеткен жоқ па? Олардың біразы қаза тапса, тағы біразы құлдыққа түсіп, күң болды. Құдай-ау, шахид болсаң жұмаққа барасың дегенге кім сенеді осы? Егер де солай болса, имамдардың өздері шахид болып кете бермей ме? Әрине кетпейді. Өйткені ол дүние мен бұл дүниенің арасы жер мен көктей. Дұрыс-ақ, бұл жалған дүние, бірақ ақиқи тәтті дүние осында. Сол үшін мына дүниеде алғыс ал. Ол дүниеге арыңмен қолың таза барсың. Әрі қарай бұйырғанын көрерсің. Қалай десеңіз де, о дүниеге барып қайтқан пенде жоқ. Осы ғана шындық, өлдің, өштің деген сонан қалған. Осымен ашуға булығып, ауылға келген медет қараңғы түсе молданың үйінің есігін қақты. Бұл кім екен? Деп қорқа-қорқа есіктен қараған Асияға. Байың қайда? Деп ақырып жіберді. Медет, саған не болды? Ол кісі үйде жоқ деп Асияңыз шырпыр болды. Алайда ашуға мінген медет Асияңды тыңдасын ба? Баса көктеп кіріп, жарықты қосып үйдің ішін көзбен тінтіп шықты. Анау бөлмеде Асияның 2 баласы, мына бөлмеде молданың 2 ұлы ұйықтап жатыр. Ал молданың өзі сымсия болған. Асия, байың қайда, шыныңды айт, қайда жасырынды? Деген жігіт шап берді. Төбемде Құдай қарап тұр медет.
Мен оның қайда кеткенін білмеймін деген қатын тұра қашты. Мына Асия мен Медет бұрыннан таныс. Кезінде құрдастар боп бірге жүріп тұратын. Себебі Медет мұның марқұм байының досы еді. Ол бейшараның қалтасы жайлы бұл да естіген. Содан кейін нақты ештеңе айтпаса да, тілін қысып жүргенде бұл қатын молдаға тиіп, онан сайын зығырданын қайнатқан еді. Демек мына жігітті бұл үйдегі қатынға да еркекке де іштей кегі бар. Тіпті сен ақымақ қатын мынадан басқа бай таппай қалдың ба? Мұның не деп бетіне тіке айтқан. Сонан бері Асия мен Медеттің аралары үзіліп, араласудан қалған болатын. Егер де араласамын десе де Асияңды мына байы жібермейді. Бұл деген бейбақ қатынның басқан қадамын аңдып отырған біреу. Ол тіпті ауыл ортасындағы жалғыз дүкенге жалғыз өзін жіберген емес. Соңына 2 баласының бірін ертіп қоятын. Ал енді сол түні молданы таппаған Медетке Есет қосылды. Оған оның досы мен қымбаттың құрдастары қосылды. Сөйтіп шоқпар ұстайтын жасқа келген бірнеше жігіт молданың үйін торуылдайтынды шығарды. Алайда Арамза молда үшті-күйлі жоғалды. Қайда кетуі мүмкін? Мешітті шығар деді бірі. Бір топ бала топырласып мешітке барды. Бірақ мына мешітте жарық жоқ. Ішінде жыбырлаған тірі жан көрінбейді. Мешіт Құдайдың үйі дегенді естіген жігіттер сол күні ың-шыңсыз кейін қайтты. Ал енді ертесіне де осы жағдай болды. Молданың қарасы көрінбеді дегенмен аңдысқан жау алмай қоймайды дейді. 4-ші күні Арамза молданың ұшы шықты. Оның жігіттердің бірі таң алдында жалғыз қайтқан Асияны көрді. Қолындағы не деп сұрады сол баяғы Медет. Ештеңе деген Асия басын бұға берді. Алайда ыдыс аяқты байқаған жігіттер мешітке лап қойды. Құрысын, мына молда ол жерде де жоқ болып шықты. Неге десеңіз, Асия 2 күн бойы келе алмағанын, үйін біраз жігіттер торылдап аңдып жүргенін айтқан болатын. Осыны естіген молда есікті ашық қалдырып, Аконайдың үйіне тайып тұрған еді. Бұл деген қудың да қуы болатын. Мешіттің ішін Асияға жинатып, сыртқы есікті әдейі ашық қалдырды. Ал анау жігіттер мешітке жүгіргенде Асия оны қолға түсті деп ойлап, зарлап қоя берді. Бірақ бірінші ретте молданың қулығы өтті. Ашық қалдырған есіктен баса көктеп кірген жігіттер оны таппады. Міне, мешіттің есігін әдейілеп ашық қалдырған молда осылайша оп-оңай құтылды. Бірақ мына жігіттерді Аконайдың үйіне іздеп келетінін білгенде, іздер суғанда қайтадан барып мешітке жасырынды. Қысқасы 3 күн бойы Арамза молда ұстатпады. Дегенмен іс насырға шапты. Қымбаттың бұзығы молданың қызығы ашылды. Енді қайтсе де Алладан медет, шамағат пен көмек керек. Қашып жүріп Аконайға тапсырды. Ақынай, бауырым, басым дауға шатылып, жаланың шемтігі болып жүрмін. Сен бүгін түн ауғанда анау Әшір мен Әмір бастаған жігіттерге барып айт. Ұстазға араша түсемін десе, ешкімге тіс жармай мешітке келсін, деп тапсырды. Бұл Арамза әу бастан-ақ осы 2 ағайындыны құрығына түсірген. Бұл екеуі бірге туған ағайынды, 2 шалдың балалары еді. Ал молдаға жақындығы болса, бұл сорлылар ауғанда әскери борышын өтеген. Сонан земляк, шурави деп бірін жақын тұтатын. Бұл ауғандағы соғыстың біткеніне көп бола қоймаған заман. Қан көрген шындылардан мына жігіттер тайсалар деп ойласа керек. Алайда біздің қазақта папанятым деген сөз бар. Оны молда қайдан білсін? Тіпті медэкспертизиялық сараптамаға жетсе өзінің түрмеден шығатынын да білмейтін сыңайлы. Түрмеге барса әрі қарай, бірақ анау жерде не болып жатқанын бағлап отырған омекең бар емес пе? Оны Құдай өлтірсін бе? Мұнда іске араласпа балам, басың дауға қалып, қыршын кетерсін деп. Бұл жай ғана араздық емес, бұл кішкентай қыздың арына тиген жағдай. Білесің ғой балам, біздің қазақтың қыз үшін талай бозақтары өлген, тыныш жүр деп сөзін қайырды. Осыдан кейін молданың шаруасы бітті. Өйткені Аконайдың үйінің айналасына біраз жігіттер жиналып, молданы тап, сен білесің деп айқай салды. Міне, Омархан қақпасқа да керегі де осы еді. Келімбекті былайырақ шақырып, балам, мен айтты деме. Мен саған жаным ашып айтып тұрмын, ешкімге айтпе. Молда менің үйімде жоқ, оны іздесең мешіттен табасың. Сондағы Құранның суреті бар, үлкен сандықтың ішінде, деп құлағына сыбырлап айдап салды. Осыдан кейін жерден 7 қоян тапқандай болған бір топ бала мешітке жүгірді. Ауыл арасы қас қағым жер, атой салған жігіттер барып, сол түні мешітті қоршап алды. Алайда анау сорлы санасыз жамағатшылар бар емес пе? Сақалдарын сипап, келімбетті күтіп алды. Мұндайды кім тоқтасын? Бір жағында аллалаған тобыр, екінші жағында ашынған жігіттер. Нағыз шайқас басталды. Бір топ ашулы жігіт мешітке қарай айдап салды. Өз баласын жасырған омекең сол түні Кәрім ақсақалға барған. Сондағы ойы жігіттерге басу айттырып, Арамза имамды заңға сәйкес ұстап бермекші. Сөйтіп әрі қарай әділ жазаға тартқызбақшы.
Енді қай жағынан болса да Арамза молданың күні біткенін білмейтін ақымақ емес. Акунай болса 1,5 жылда біраз аят жаттап үлгерді. Оған сол жетеді, ал мұндай молданың енді барынан жоғы жақсы. Негізі бұл шалдың молдаға жаны ашыды дейсің бе? Мұның көздегені басқа нәрсе. Түпкі ойы анау мешітті өрттен аман алып қалу. Әйтпесе ашуға булыққан жігіттер от қоюы мүмкін. Бұл қақпас шал содан қорықты. Өйткені мешітті өртеп жіберсе, анау жәшікті қайда қоймақ? Сол жәшікке бір жұмада біраз ақша түседі. Оны мына молда қалаға қашқан 2 аптада бұл қақпас байқаған. Баласы имамның оң қолы болып, кілтін қолына тигенде бір жұмалақ ақшаны көріп, аузы ашылған еді. Мынау дегенің біраз ақша ғой. Аптада осыншама ақша түсетін болса, байып шыға келмеймін бе? Әне, сол үшін Омархан шал жүгіріп жүріп, жанталасып бақты. Құдай-ау, мешіт аман тұрса, молда жазасын алса, баласы имам болса, қайырымдылық жәшігінің кілті қалтасында болса. Бұл қасқаға басқа не керек? Бұл адамға төрінен көрі жақын болса да, ақша бәрінен жақын. Омархан, кім-кімді сабамақшы дейсің, а? Бір ауылда отырып, өнесей, бұл балалардың деген кәрім ақсақал қайталап сұрады. Ақсақал, ауыл жігіттері көтеріліп, тап қазір мешіттің алдына жиналып жатыр. Соларға барып бір ауыз ақыл айтсаңыз деген Омекең тағы да бір рет айтты. Омаржан, менің құлағымның әдірем қалғаны қашан? Айтқаныңды түсінбей тұрмын. Әнім-ау, біресе балалар дейсің, біресе мешіт дейсің. Бірақ ол балалар мені тыңдайды дейсің бе? Қойшы соны деп, кәрім қарт теріс айналды. Осыдан кейін қолын бір сілтеген Омекең жалғыз жаяу мешітке тартты. Тоба, міне сұмдық. Мешіттің маңайын қоршап жамағаттың жігіттері тұр. Оларды сырттарынан қоршап, келімбет бастаған жігіттер тұр. Алайда жай тұрған жоқ, қырғи қабақ боп, бір-бірімен арылдасып тұр. Әбері болғанда қазірше жаға жыртысып, жұдырықтасқан ешкім жоқ. Тек алыстан кіжініп айқайласып жатыр. Бізге молда керек, дейді сырттан бақырған келімбет. Ол біздің ұстазымыз, оны қорғау біздің міндетіміз дейді. Ішкі жақтан айқайлаған бір жігіт. Ұстаздарыңды біздің қаулымызға бермесеңдер, мына мешіттің күлін көкке ұшырап, өрт қоямыз. Бұл сендерге соңғы ескерту болсын деп, бақырды қатты ашуға мінген келімбет. Тап осы кезде Омархан жетіп, қойыңдар қане, дегенінше болмады. 1, 2, 3 деп жамырып санаған келімбет жағы мешітке қарай тас жаудырды. Мұндайға ауғаншылар бастаған жамағат қарап қалсын ба? Олар да қолдарына ілгенді қайта лақтырды. Осыдан кейін орда жұқ қағысқан кәдімгі төбелес басталды. Қызық екен, мешітке тығылғандар жағы аллалап қорғанса, сырттан лап қойғандар әруақтап жүрді. Осыдан кейін мына 2 топты ешкім тоқтата алмай, төбелес ұзаққа созылды. Әуелі мешіт ауласында қақтығысып, соңы мешіттің ішінде жалғасты. Мұны естігенде уазигіне мініп ауыл әкімі келді. Онан көп өтпей жергілікті бөлімші милиционері келді. Бірақ бірі-біріне өшіккен 2 тарап екеуінде елемеді. Сонда келімбетшілер жағы 15 шақты жамағатшылар жағы онан да көп. Тарста тұрс айқай төбелес жалғаса берді. Бәседеңіз, намыстанған жақта жігер бар, рух бар. Жамағатшыларыңды жайпап тықсыра берді. Тіпті қуып жүріп, сабап, соңында мешітке қамады. Алайда әруақшылар онымен де тоқтамады. Ағаш есікті жұлып алып, ішке кіріп молдан іздеді. Осылайша далада басталған төбелес мешіттің ішінде жалғасты. Ал енді әруақшылар жамағатшылардан бұл жерде де басым түсті. Бас көтергендерін бөлме-бөлмеге қамап сабады. Сөйтіп бірінен кейін бірін ұрып жүріп, әлгі Омархан айтқан арабша жазу бар деу сандықты іздеді. Ал енді арадан көп өтпей сол сандықты сүйрелеп далаға шықты. Сонда ғана айнала су сепкендей басылғанда, мына сандықтың кілті қайда? Тездетіп беріңдер деп, келімбет айқай салды. Сендерге керегі сандық па? Ала қойыңдар. Бірақ арабша аят жазылған Алладан қорқыңдар. Әйтпесе қолдарың сынады деп, Аллаға тапсырған жамағатшылар жағы тұра жіберді. Сонда ашуға булыққан келімбет онан сайын құтырды. Біз 3-ке дейін санаймыз, егер де мына сандықтың кілтін бермесеңдер, өрт қоямыз деп шарт қойды. Мұндайды кім күткен? Анау тұрған жамағатшылар тобы. Сондай-ақ, бұл сандықта не бар? Мына ақмақтардың қу сандықты мұншама сүйрелген не істеп, сыбырласып әрек болды. Соның ішінде бір ұстаз қайда еді деп айқай салса, тағы бірі мыналар сандық өртеп, естері ауысқан ба деп таңырқап жатты. Сол аралықта 1, 2, 3 деп санаған сырттағы жігіттердің даусы тоқтап, мен сендерге соңғы рет ескертем, мына клубты жұлып алмай тұрғанда өз еріктерімен кілтті беріңдер деген өкеп айқай шықты. Сасып қалған жамағатшылар бір-біріне қарап,
иықтарын қысып бір-біріне қарады. Әне сонда ғана бір сұмдықтың болатынын білген ауыл әкімі айқайға басты. Тоқтаңдар жігіттер, ашуға берілмей ақылға келіңдер. Сонан соң айналайын Келімбет, 40-қа келген жігіт ағасы емессің бе? Бір ашуыңды маған бер. Ағаттық жасап, өз өміріңді күл қылма. Тоқта деген соң, тоқта деп, келіп сандықтың үстіне отыра кетті. Әкім мырза, бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ деген. Айтып қалайын, мынаның ішінде осы мешіттің иманы бар. Бізге сол малғын ғана керек. Ал мына тұрған жігіттермен 6 аласымыз, 5 бересіміз жоқ. Сіз ауылға әкім екенсіз, онан да мына сандықтың кілтін тауып беріңіз. Болды. Сонда ғана біз кетеміз, деп қатаң талап қойды. Мынаның ішінде иман бар дейсіңдер ме? Қой қайдағын айтпаңдар деген. Тағы да бір ақсақал сөзге араласқаны сол еді. Ақсақал, жастардың ісіне араласпай, әрі жүріңіз деп, бір жас бала шәң кетті. Шошынған шалғада жан керек, астапырылла деп, қалт-құлт етіп, оныңызда тайып тұрды. Енді бір кезде ауыл әкімі айқай салды. Өмеке, Өмеке, қайда кеттіңіз? Жаңғаңа да осы маңда бар едіңіз ғой. Бері келіңіз. Мына сандықтың кілтін сіздің балаңызда шығар, берсеңші деп шақыра бастады. Тап осы жерде Омархан Қақпастың не ойлағанын айтайын. Әрине сандықтың кілті осы шалдың қалтасында еді. Негізі ол мына жігіттердің қолына беруге дайын. Бірақ жан жақтан қаумалап тұрған жамағатшылар бар. Сонан соң кілтті берді дейік, мыналар сандықты ашып, имамды шығарғандармен әрісі 2-3 тепкі жейді болды. Өйткені мына ентелеп қоршап тұрған тобыр ұстазға араша түсіп, өлтіртпей қояды. Ал сіздер білесіздер, бұл жалға молданың өлгені керек. Оған дейінде, кейінде не болады? Бір тиын. Өлтірген жігіт сотталады, кетеді. Онан мына Омарханға келіп кетер зиян жоқ. Мұның ойлайтыны сандыққа өрт қойса дейді. Кілтті бермей тұрған себебі сол. Қазір мына жігіттер анау сандыққа өрт тигізсе, бұл сонда жанып бітіп, күлі қалғанша кілт іздеген болып сүр жүгірсе, оған дейін сандықтағы молданың болары болса, тек лаулап жанған от анау тұрған мешітке тиіп кетпесе болды. Айтқандай, анау жәшікті де аман қалса дейді. Оның ішінде бір апталық ақша бар. Тап қазір мына бізге ешкімнің ақылының керегі жоқ. Тағы да айтамын, бізге керегі молда ғана. Рас, өз еріктеріңмен кілтті бермейді екенсіңдер. Ендеше қараңдар. Медет, әкел бөтелкені деп, атып шыққан Келімбет сандыққа жүгірді. Оны біреу аяғынан шалып құлатып, тепкілей жөнелді. Сөйтіп жаңа ғана басылған болған төбелес қайта басталды. Мұндайдан соң кілт береді деген Омарханның басын бұғып қаша жөнелді. Және де жай қашпады. Балалар, мешіт деген Құдайдың үйі, өрт тигізіп алмаңдар деп ақылын айта қашты. Ал енді екінші төбелес сұмдықтың да сұмдығы болды. Келімбетті аяқтан шалып құлатқанда, медет келіп көк желкеден таяқпен қонжитты. Оны көргенде тағы да бір жамағатшы медетке қарай жұдырығын ала жүгірді. Оған енді есет бала тұра ұмтылды. Қысқасы қызыл алақан шамшып, бірі мұрнын деп бақырса, бірі басым деп ойбайлап, бір-біріне қатты өштескен екі жақ көзі көргенді қолына ілгенмен ұрып қан жоса қылды. Ал енді жауласқан екі топтың ортасында қалған әкім мырза тұра қашса, оның соңынан ауылдық участковый ілесті. Сөйтіп мына жігіттерден араша сұрар ағайын қалмады. Анау қараңыздар, сандықтың бір жағына Мәмбетовшылар жармаса, екінші жағына жамағатшылар тартты. Дегенмен намысты жақ тағы да жеңді. Деу сандықты салдырлатып сүйреп, мешіт алдындағы жолға шығарды. Сол кезде Келімбеттің кілтті бересіңдер ме жоқ па? деп ақырған дауысы тағы да шықты. Тап осы сөзді анандай жерде қараңғыдай бой тасалап тұрған Омархан Қақпас естімеді емес, естіді. Бірақ бәлесінен аулақ деп қалтасындағы кілтті шығарып, қара түнекке лақтырды. Қысқасы кілт деп қайта-қайта айқайға басқан Келімбетке ешқандай жауап болмады. Ешкім оған міне кілт деп апарып бере қоймады. Сөйтіп тұрғанда қараңғыдан атып шыққан әлде бір бала сандықтың үстіне бөтелке сындырып, оттық тигізіп қаша жөнелді. Ол өзі ескіден қалған ағаш емес пе? Әпсетте ақ отқа оранып лап етті. Оны көргенде астағфируллах деп шулаған жамағатшылар беттерін сипап отыра кетті. Бұл кезде әкімшілікке жеткен әкім мен жергілікті милиция қызметкері ауданға хабарласып көмек сұрап жатты. Анау сандық лап етіп отқа оранғанда сырттағы топ кейін шегініп қараңғыға сіңіп кетті. Себебі қанша жерде намыс бар десең де, адамды тірідей өртеу оңай емес. Ол үшін жүрегі жоқ жауыз болуын керек шығар. Ал мына жігіттер, осы ауылдың балалары, араларындағы ең жасы үлкен Келімбет. Оның өзі биыл 40-тың үстіне шықты. Алайда мешіттен жүгіріп шыққандар сандықты қаумалап үстін жауып үлгерді.
Мұндайдан кейін ішіндегі имам аман қалды ма? Жоқ па? Жалпы мына сандықтың ішінде сол оңбаған бар ма? Жоқ па? Оны ешкім білмейді. Бұлар Омарханның айдақтауымен барған жас жігіттер еді. Сол түні бұлар өлді деп ойлап, үйді-үйлеріне тарасқан. Ертең бір күні милиция келсе, мына сұмдықты мен кім мойнын алады? 40-қа келген келімбет пе? Әлде кеше ғана мектеп бітірген медет пе? Мұндайдан соң әйтеуір біреудің істі болып сотталатыны анық қой. Сол түні үйіне келіп, балам, таң намазыңды үйде оқы. Мешітке жолама деп ескерткен Омекең төсекте жатып ойға батты. Қаршадай жігіттер көз алдында ауған сауғанымен қосып, бүкіл жамағатыңды сабап, мешітке тықты. Әйтпесе анау ауғанда соғыс көргендердің аттарын естісе, ауылдың біраз жігіттері тайсалып, теріс айналатын. Сөйтсе бос кәп екен, деп қазақ айтпақшы, ауғаншыларда, жамағатшыларда су жүрек жігіттер боп шықты. Қысқасы Алла деп кеуде соққандарды, әруақ деп жүгіргендер тып-типыл қып шайпап өтті. Тіпті мешітке қамап, өртеп жібере жаздады. Міне, қазақтың намысы дегеніңіз осы. Намысы үшін мына қазақ кез келгенде жайратып, қаңғытып жібереді. Осыдан сәл-ақ бұрын батыстың бір топ жастары кавказдықтарды қойдай сабап, Каспий асырып қуып тастаған жоқ па? Қазақ деген кезінде ханның бетіне тіке айтқан Исатай мен Махамбеттің ізбасарлары емес пе? Енді сол қазақтың жұрнағы да қалмайды неге? Неге десеңіз, мына жамағатты басшыға қарсы шығуға болмайды. Ұстаз қашанда ұстаз деген соқыр санамен тәрбиелейді. Әрине, ислам таза дін, оған күмәніңіз болмасын. Бірақ мынандай су жүрек тобыр кімге керек? Бір қазақтың қызын ұстазы зорласа, екінші қазақ сол ұстазы ақтап әлек. Бәленің бәрін қыздың өзіне жауып әлек. Осыдан ақ мына ағым әлде бір басшының қолшақбары екенін аңғарса болады. Міне, біздің билікке де керегі осы еді. Сорлы қазақ бетін сипап жүре берсе, олар өздері ішсе, жесе, тышса, елді тонап байыса болды. Сол үшін 77 атасына лағнет, 77 ағымды елімізге кедергісіз кіргізіп, соның жемісі осы күні биліктің бастап спортқа дейін басып кетті. Құдай-ай, қобызыммен арқаңды қоздырған кешегі Қорқыттың күйі бүгінгі қазаққа шат екен. Өйткені домбыра харам, күй харам, сен харам, ол харам, олардың бәрі харам бітті. Сөйте тұра сақалының ұшынан сілекейі тамшылап жүрген 12-нің бәрі халал. О тоба, қараңғылық, соқырлық, надандық деп осыны айт. Менің асырап алған әкем 90 жасында дүние салды. Көзінде ашқалы, таң намазын қаза қылмаған адам еді. Алайда домбыра мен гитараны тыңғырлатып өстім. Бір ауыз бірдеңе деген емес, керісінше үйіп отырып тыңдайтын. Сонда мына ағым қайдан келді? Әрине, анадан мынадан қашқан мына молдаға ұқсаған жат ағымнан келді. Соңында дін исламды жаман көрсетті. Бұл енді менің жеке пікірім болсын. Оқиғаға оралайық. Сол түні таң сәріге дейін көз ілмей ойланып, мына ауылда дінге бет бұрмағандар әлі де көп екен ғой деп таңғалып жатқан Омекеңе ауыл әкімінен тез жетсін деген хабар келгенде селт ете қалған шал, Құдай, не боп қалды деп үрейлене орнынан тұрды. Әлде түнде менің кілт лақтырғанымды біреу жарым көрдім екен. Мүмкін анау жүгірмектердің бірі соны жеткізіп барған шығар. Сол күні қорқа-қорға үйінен шыққан шал әкімдікке тартты. Сөйтсе әкімшілік алдында қаптаған көліктер тұр. Арасында бірнеше арнайы жасақ көліктері бар. Ассаламағалейкум Омеке деп қолын созған әкім алдынан шықты. Мұндай әкімі құрысын, мас адам сияқты теңселіп әрең тұр. Сол әкімнің соңынан еріп ішке кіргенде мешіттің болашағы сөз болып, ақыл сұрауға шақырыпты. Біз қазақтар мұсылмандармыз деп сөзін бастаған шал біразға дейін бәдігін сапырды. Қысқасы олардың сұрағаны мешіттің болашағы болса, Омекеңнің көздегені сол мешітті қалдыру болды. Ақсақал, әбүйір болғанда имамдарыңыз аман қалыпты. Оған да шүкір дейік. Адам шығыны болмағаны жақсы болды. Әйтпесе мына ауылдың біраз жігіттері істі болып, түрмеге кетер ме еді, кім білсін. Ал енді бүгін кешке сағат 5-те орталықтағы клубта ақсақалдар кеңесі болады. Оған аудандық ағарту бөлімінің басшысы мен милиция басшысы келеді. Сізді шақырған себебіміз осы кеңеске басшы боласыз. Сол үшін ауыл ақсақалдары мен мектеп мұғалімдерін жинап, ұйымдастырып берсеңіз болды, деп өтініш айтқан Майқарын Шендінің сөзі. Омекеңнің құлағына майдай жаққаны сонша, болды, құлдық, сенім артқан екенсіздер, сенімнен шығуға мүдделім деп қуандай келіп. Өйткені мына жиынға өзіне жақындарды, әрі өзін қолдайтындарды шақырса болды. Мешіттің тағдырын өз жағына қарата оңтайлы шеше алады. Ал қарсы тарапта бүт болды, шыт болды,
келмеді деп қоя салады. Бұл біздің елде мешіт жайында шиын жасаған ең алғашқы ауыл. Мұнан соң ешқандай аймақта немесе өңірде мешіттің болашағы халықтың талқысына салынған емес. Бұл дегенің қазақтың көзі дінге де, дүмшеге де үйреніп, сіңісіп кетті деген сөз. Осы күні кішігірім қала болса, 2-3 мешіттен бары жасырын емес. Әйтпесе сол қалаларда мектептер жетіспейді. Балалар 2-3 ауысымда оқиды. Осы күнгі сорлы қазақ білім ошағынан дін ошағын құп көреді. Мысалға, мектепке барып білім оқыған бала сауатты болса, медресеге барып дін оқыған бала Құран ашып, әрі барса тақуа болатыны рас. Міне, осы екеуінің қайсысына отан анаға пайда бар. Бұл жағы сіздерге қалсын. Әрқайсыңыз өз қалауларыңызбен қабыл аларсыздар. Ал енді сол түні сандықты сөндіріп, мешітке кіргізіп, ашқан жамағатшылар аң-таң болды. Себебі зілдей сандықтың ішінен имамның анда-мында барғанда киген шапанымен біраз кітаптарының басқа түк шықпады. Соқыр сана дегеніңіз осы ма? Мына сандықты өздері сөндіріп, өздері оттан аман алып қалса, онысының ішіндегі арабша жазылған Құранның құдіреті, сандық аман қалды деп, мына тобыры отыра қалып, сақалдарын сипап, Аллаға шүкір, айтқандар табылды. Өйткені мұнда бәрін Алланың қалауымен байланыстыратын тобастар көп. Күлкінге келер, өздері зір жүгіріп, су сеуіп, онан жел өткізбейтін жапқы шауып, қымтап, әрең сөндіріп алып, оны арабша жазылған кітаптың құдіретіне теңеген тобырға не айтарсың? Әйтеуір әркім өз бетінше қуып жүргендерін емес. Мұның тағы да бір қызығы, сол күні сандықтан шыққан 100 кітаптар экстремистік насихат кітаптары деп шектеу алмаған кез еді. Осы күні біздің елде 500-ден асау араб діндарлары жазған кітаптар экстремистік көзқарастағы кітаптар деп мойындалған және де тыйым салынған. Сенесіздер ме? 500-ден аса кітап. Олардың ішіндегі ең ауқымдысы Хизбут, Тахрир және Әш-Шам кітабы. Біле білсеңіздер, небір сұмдықтарыңыз осы кітаптарының ішінде. Әлгі 4 қатын алудан бастап, талақ, фәләқ, қараңғыда қатын алмасу, немесе қатынын сыйға тарту бәрі бар. Тіпті әкесі өз қызына үйлену дейтінде пәлсапа бар дейді. Бірақ өз басым осыған сенбеймін. Білетіндер болса айта жатар. Меніңше өтірік болса керек, алайда осы жақында ғана өзінің 2 қызын біраз жылдан бері зорлап келген әкенің қандай да бір діни ағымның өкілі екенін естіген болсаңыздар, мұндайда мына сөзді рас па деп қаласың. Құдай-ау, қазақ түгілі қазақтың астындағы жылғысы өз қанына шаппайтынын білетін боларсыздар. Сонымен бүгін кешкі 5-ке жиналыс деп бұйрық алған. Омархан Ақсақал 14-тегі немересін ауыл арасына жүгірді. Сөйтіп өзіне қарсы келмейтін сөзін жерге тастамайтын ақсақалдарға ғана хабар берді. Ал мектеп ұжымына әкімнің өзі хабар беріп, орталықтағы ескі клубқа жинады. Тап қазір мына ғимаратта бұрынғы мәдениет сарайы деуге келмейді. Бұл біреудің жеке меншігіне өткен. Ауыл әкімі өтініш жасап, сол мұны ашып берген. Бұл ғимаратта осы күні жарықта жоқ, іші тастай қараңғы. Әнәуі Мәмбетовтардан Сүндет Ақсақал ғана бар. Ол кісіге әкімнің өзі хабарлаған. Айтқандай, түндегі мешіттегі айқайдан кейін бұл әулеттің жастар жағы ауылдан іздерін суытқан еді. Қайтсын, өздерінше имамды өртеп жібердік деп қатты қорқса керек. Ал имамыңыз анау мынауға алдыра қоятынынан емес. Ауғанстанда тау-таста жасырынып жүріп, қоян қолтық соғыс көрген кәсіп еді. Ол малғын сол түні қандайда бір сұмдық болатын біліп, Асияның киімдерін алып, қалғанын қараңыз. Қыстың күні емес пе? Бұл сол күнгі қараңғы түсе, сырттан киінетін нашар киім киіп алып, қашып, Асияның үйіне жасырынды. Өйткені медет бастаған бір топ жігіт Асияның үйіне кіріп, 4 рет тінтіп шыққанын естіді. Демек тағы да 5-ші рет барып іздей қоятынын не ғайбы екенін біліп, сонда жасырынды. Керек десеңіз, бұл арамза мына Омарханның өзіне қастандық жасауға мүдделі екенін де біліп жүрді. Тек сол қақпас шалды өзінен алыстата алмайды. Өйткені ол мұның ұйықтатып тастап, молдаш дегенді төмештеп жатқан үстінен түскен. Ол аз десеңіз, 4 тағандап тұрған молдаштың жалаңаш жауырынан қойған көк дәптерді көріп, сиқыр дуасы жазылған дәптер екенін білген. Көк дәптерді жасырған себебі де сол. Әйтпесе 40-тың үстіндегі келбеті келіскен молдаштай әдемі келіншекті қайдағы бір қаңғып келген келімсек сиқыр дуасыз сындыра алмайды. Байы бар, балалары бар. Өзі мұғалім келіншек мына сасыған сақалдыны маңайына жолатама. Дегенмен адамның аласы ішінде деген, әсіресе әйелдердің 1 минуттық әлсіздікке бой ұратыны жасырын емес. Бәлкім сондай шығар, кім білсін.
көп дәптердің қатысы жоқ шығар. Мына малғын молда сол көк дәптерді осы шалдың алғанын да біледі. Бірақ дәлелі болмай амалы құрып жүрген. Оны қайтаратын бір ғана жолы анау Ақынай баласын үгіттеп еді. Мына мешіттің кілті сенде, менде. Сонан соң сенің үйіндегі ақсақалда бар. Айтайын дегенім, осындағы көк дәптерім жоғалды. Меніңше оны сенің әкең алды. Егер сол дәптерді әкеп берсең, сияқым бар. Бірақ әкей білмей-ақ қойсыншы деген. Оған аузы ашылған Ақынай ақи үйді қарап көрейінші. Ұстаз тапсам әкеліп берем деп үміт беріп қипақтаған еді. Осы қипақтағанына қарап, қу молда ол дәптерді осының әкесі алды. Сол үшін мына ақымақ қипақтап тұр деп топшылап, онан сайын қыса түскен. Сөйтіп жүргенде мынадай сұмдық басталды. Себебі қалаға барып, қонжитқан қымбаты көтеріп қойып, имамның көті ашылды. Оның соңы түндегі айқай еді. Молдаңыз қулығынан Құдай сақтап аман қалды. Шынымен де Келімбетті жеке шақырып, молда сандықтың ішінде деп айтқан Омархан ғой. Оған алданып айдақтаған жігіттер сандық ішін сабасып, соңында өртеп жіберіп, өздері ауылдан безіп кетті. Сонда қарап отырсаңыз, бір молда бәрінің аузын ұрды деген сөз. Ойнаған екенсіңдер мына молдамен. Бұл әлі талайыңның қатыныңды құртып, бастарыңды шатады. Сонымен жиналыс басталып, сөз алған Омархан айналасына алақ-жұлақ қарап мінбеге шықты. Құдая, көзім көрсен етті. Мына клубтың іші тастай қараңғы. Содан анау төменде қараңдап отырғандарды тани алмай басы қатты. Дегенмен ауыл әкімі сөз берді. Енді бірдеңе айту керек. Ассаламағалейкум, ағайындар. Осы ауылдың тумасы Омархан Кәріпханұлы боламын. Менің айтайын дегенім, ауылдағы жалғыз мешітті жапсын дейтіндерге бірер ауыз сөз. Мен мешіттің жабылғанына қарсымын. Егерде әкім бала, мыналардың сөзіне еріп мешітті жабатын болсаң, мен сонау жоғарға жазамын. Айтпады, ескертпеді демеңдер. Ал енді қайсы біріңе имам керек болса, оны өзіне барып айтыңдар. 4 жігіт төбелесті екен деп, Құдайдың үйі саналатын мешітке тиіспеңдер. Онан да мына ауылда арақ саттырмаңдар. 5 уақыт намазға жығылып, тәубелеріңе келіңдер. Мешітке келіңдер. Құдай жолына садақа беріңдер. Төбелес демекші, араққа тойып алып, тойда да төбелесіп жүрген жоқсыңдар ма? Өткенде ғана Әшірдің тойында қырғын болған жоқ па? Тағы да айтамын. Имам керек болса тауып алып жазалаңдар. Ал мешітпен шатақтарың болмасын деп барып бірақ тоқтады. Мына сөзден кейін клубтың іші удашу айқай болды. Шулап бастағандар жамағатшылар. Солар қол соғып қоштай жөнелді. Оларды Омархан ақсақал әдейі шақырып қойған. Ал енді онан кейін мінбеге шыққан аудандық милиция басшысы. Мәмбетовтер отбасынан да басқадан да жалпы бізге мына ауылдан ешқандай арыз шағым түскен жоқ. Біз мына елдің алып қашпа сөздеріне бола қылмыстық іс қозғайтын орган емеспіз. Біз арыз шағым түскенде ғана тексереміз. Біз қағазға сүйенеміз деп қысқа қайырды. Осымен бүгінгі кеңес бітті. Әрі қарай әкімнің бұйрығымен мешіт жабылмайтын болды. Оған тіпті Ақынай ақи имам деп сайланды. Сөйтіп, ет жоқта шошқа үріп, өңшең жамағатшы жиналып, бір ауылдың тағдырын шешті. Тап мына жиналысқа Сүндет ақсақал келмеді емес келді. Алайда ол бейшара алып қосар сөз айта алмады. Не десін, не айтсын. Анау бұрыштағы 5-6 мұғалімнің арасында отырып үйіне қайтты. Ұлы мектептен кетті. Келіні 2 қабат ауру қыздың қасында қалада жатыр. Осылайша бір молданың кесірінен бір отбасы күйреп өмірден түңілді. Соңғы кездері бұрынғы интеллигент мектеп директор Үмбет ағайының аузы арақтан құрғамай жүр. Жұмыс жайына қалды, тіпті үйден шықпай жатып ішетін дәрежеге жетті. Ол түгілі оның әкесі аға ұстаз Сүндет ақсақалдың өзін ортаға қоспай Омархан бастаған қақбастар ысырып тастады. Қысқасы арадан көп өтпей Мәмбетовтер көші басталды. Ең бірінші қозғалған Сүндет ақсақалдың өзі болды. Оның соңынан 2 ұлы жүгін тойды. Сөйтіп бас аяғы бір айда бәрі бірдей басқа ауылға қоныс аударды. Міне, ерке өскен шайпау қыздың қылығы осылайша ауылға сыйлы отбасын сол ауылды тастап кетуге мәжбүр қылды. Ал енді айқайдың соңы басылған ерте көктемде ауыл мешітінде арамса имам тағы да пайда болды. Бұрын мұның аңдығаны қыз келіншектер болса, ендігі аңдығаны Омархан деген ақсақал болды. Осы адамда кеткен кегі бар. Ақынай балаға орнын тартып әперді. Онан көк дәптердің құны бар. Қашан болмасын бұл оны сұрайды. Соны ойлаған имам жүгіріп жүріп, анау жоғарға жетті. Қолына ХМДБ-нан ауыл мешітінің имамы деп жазылған бір жапырақ қағаз әкелді. Сондай-ақ мына ауылдағы
санда жоқ мешітті ХМДБ-ның есебіне тіркеуге қойдырып келді. Сонан соң Омарханның соңына шырақ алып түсті. Ал қалада қалған қымбат қыздың күн өткен сайын денсаулығы нашарлай берді. Әңгіменің жалғасы бар. 2 бөлімнің соңы. Әңгімені аса лайық басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.